Абай Құнанбайұлы бірінші қара сөзі. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бірталай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық, әурешілікті көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік. Қажыдық, жалықтық, қылып жүрген істеріміздің баянсыз, байлаусыз екенін көрдік. Бәрі қоршылық екенін білдік. Енді қалған өмірімізді қайтып, не қылып өткіземіз? Соны таба алмай, өзім де қайранмын. Ел бағым жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, не албыртқан, көңілі басылмаған жастар бағам демесе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу жоқ, бағалмаймын. Жастар өздеріне керегінше өздері бағар. Енді қартайғанда қызығын өзім көре алмайтұғын, ұры, залым, киімсектердің азығын бағам деп, қалған аз ғана өмірді қор қылатын жайым жоқ. Ғылым бағу жоқ, ғылым бағарға да ғылым сөзін сөйлесер адам жоқ. Білгеніңді кімге айтарсың, білмегеніңді кімнен үйренерсің? Елсіз, күйсізде кезененді жайып салып, қолына кезін алып отырғанның не пайдасы бар? Мұңдасып, шер тарқатсар, кісің болмаған соң ғылым өзі бір тез қартайтатығын күйік. Софылдың бағу жоқ, ол да болмайды, оған да тыныштық керек. Не көңілде, не көрген күнінде еш тыныштық жоқ. Осы елге, осы жерге қайдағы софылық? Балаларды бағу жоқ, баға алмаймын. Бағар едім. Бағудың мәнісін де білмеймін. Не болсын деп бағам. Қай елге қосайын, қай харекетке қосайын. Балаларымның өзіне ілгері өмірінің, білімнің пайдасын тыныштықпенен көрерлік орын тапқаным жоқ. Қайда бар, не қыл деймін? Біле алмай отырмын. Не бол деп бағам, оны да ермек қыла алмадым. Ақыры ойладым, осы ойыма келген нәрселерді жаза берейін. Ақ қағаз бен қара сияны ермек қылайын. Кім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын, оқып алсын. Енді керек жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, осыған байлау жасадым. Енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ. Амангелді мектеп бөбекжай балабақша кешенінің ұжымы 10 тамыз Абай күніне арналған болмасаң да ұқсап бақ челленджін мереке мектеп бөбекжай балабақша кешеніне қабылдап, Оян мектеп бөбекжай балабақша кешеніне жолдайды.